Кыскасын айтканда карантин. Бүгін тамыздың 18 еді. Ал мен басым соғып оянып кеттім. Неге екенін түсінбей қалдым. Өйткені мен пештің үстінде оянушы едім. Жарайды, жаңалық емес, кеттім. Ал мен басқа бөлмеге баратқан кезде мен қалайша холодильниктің алдында оянғаным түсінбей қалдым. Түсінбей қалғанымды дата қолмен көрсете бастадым. Дәл осы сәтте мен холодильниктің алдында қалай оянғаным есіме түсті. Бәсе. Чай ішіп отырған кезде қазір карантин екеніне есіме түсіп жаңасылды. Йо-майо, карантин екен ғой. Жаңасыл көп ойланып. Жоқ, мен емес. Анық. Сол, мен емес. Сөйтсем өзім қорқынышты түс көріппін. Ой. Карантинде не істесем болады екен? 2000 years later. Ең алдымен холодильниктің светі қашан өшеткен деп холодильниктің есігін ашып жаптым. Зарядкамды жасадым. Жоқ, шын зарядка жасадым. Шкафтың есігін ашып жаптым. Глобусқа қарадым. Глобустан бір елді таңдадым. Соған саяхаттауға кеттім. Сумкамды толтырып алдым. Слишком толтырып алдым. Қысқасын айтқанда карантин.